кей кездерде сот орындаушыларының бәрібір емес дегенмен де арасында өзінің қолындағы тетігін артық қолданатын, орынсыз қолданатын да азаматтар кездесуі мүмкін. Әртүрлі себептерге байланысты осы сот орындаушылардың үстінен, яғни арыз беру көп. Тараптар шаршап келеді, сот орындаушысына береді, міне соны соттың шешіміне қолын жеткізеді ғой, жетті, әділдік менің пайдама шешілді деп келеді де сот орындаушысына береді. Олай бір аптада бердім ғой, мен 10 күн ішінде мәселе шешіледі менің пайдама деп. Сол грантты ұтып алды деп шешімге келген ғой. Сонымен сонда шешімге келіп, сол оқып жүрген жерінен грантта бірінші курста мені бітірейін деп жатыр. Отчисление шығарған. Осы әділ шешім болды ау, осы қарапайым халыққа бір титтейде мына тырнағындай көмегім тиді ау деп риза болып қаласың. Қадірлі ағайын, құрметті ханымдар мен мырзалар, заң үстемдігі бағдарламасына қош келдіңіздер. Студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Астана қалалық сотының әкімшілік істер сот алқасының судьясы Оралхан Тұрсынов мырза. Оралхан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Оралхан мырза, біз енді сіздің жалпы тәжірибеңізде бұған дейін азаматтық істерді қараған судья екеніңізді білеміз. Қазіргі таңда сіз енді әкімшілік істерді қарап отырсыз. Әділеттіктің шыңы осы сіздердің әкімшілік соттан іздеуге болады деп бағалауға болатын шығар. Істер келіп жатыр, енді оның түрлі нұсқаларын көрудесіздер. Сіздердің енді дәл өз басыңыз қазір есіңізде қалып, назарыңызды аударған қандай істер туралы айтып бере аласыз? Біраз істерді қарадық қой енді. Мыңдаған істерді қарадық, оның саны көп. Оның ішінде енді көп істер, әртүрлі санаттағы істердің мен айтуыма болады. Оның ішінде мысалға айтатын болсақ, жиі кездесетінін айтайын. Көбінесе осы біздің әкімшілік соттарда дау айтуға келген кезде, істердің саны бойынша көбі бұл сот орындаушылардың әрекеті мен әрекетсіздігіне дау айтып келеді бізге. Енді өзіңіз білесіз, сот орындаушылар соттың және де басқа да мемлекеттік органдардың берген құжаттарын, яғни сот актілерін орындайды ғой. Сол орындаған кезде әртүрлі, ол орындау, кейбір адам оны сырт көзге ол оңай секілді көрінеді. Міне соттың шешімі бар, оның мөрі бар, заңды күшіне енген, міне мен сізге сот орындаушысы әкелдім, енді маған міне 5 күннің ішінде орындаңыз, немесе 1 апта берем, 2 апта берем, 1 ай берем, орындаңыз дейді, мысалға. Солай келеді, немесе тез арада орындап беруіңіз өтінем деп келеді. Енді ол шының ғой. Оған дейін қаншама сот процестер өтті, одан біраз уақыт өтті, 1 ай, 2 ай, 6 ай, 1 жыл мысалға. Ол күшіне енген дейін әртүрлі санаттар бар ғой. Сондықтан да әбден тараптар шаршап келеді, сот орындаушысына береді, міне соттың шешіміне қолын жеткізеді ғой енді, міне жетті, әділдік менің пайдама шешілді деп келеді де сот орындаушысына береді, ойлайды, 1 аптада бердім ғой, мен 10 күн ішінде мәселе шешіледі менің пайдама деп, жәнегі қайтарып береді. Мысалға өндіріп алу ақшалай болса, ақшамды осы 10 күннің ішінде, 1 аптаның ішінде, 2 аптаның ішінде, әрі кетсе 1 айдың ішінде алам деп ойлайды. Бірақ ол олай емес қой. Көрдіңіз бе, осындай уақыттарда дау айтып келеді. Өйткені сот орындаушысы ол өзі атқарушылық өндірісті өзіне қабылдайды. Қабылдағаннан кейін қаулы шығарады, яғни атқарушылық істі қозғау туралы. Қозғағаннан кейін жәнегі екінші тарапқа, яғни борышкерге оны жібереді. Мұна міне сот актісі түсті, осыны сіз орындаңыз деп, оған бірінші ол жету керек, оның жеткенге дейін оның адресін табу керек. Оның ар жағында былай сырт көзге көрінбегенмен, білінбегенмен көп дүние жатыр. Сондықтан да оның ары қарай орындалуы ұзаққа созылады, былай айтқанда. Ол сот орындаушының ғана кінәсі емес бұл жерде, тек қана борышкердің, яғни ол уақытында алмауы мүмкін оны. Жәнегі соттың жіберген ескертпесін, яғни оны алмайды, оны сот актісін көрмейді, сондықтан да кеш алуы мүмкін. Соған байланысты олардың, яғни сот орындаушылардың үстінен арыз келтіріп атады. Міне неге көп? Талапкерлердің, яғни тетіктері жетілдірілмеген. Жоқ, жетілдірген, бірақ көрдіңіз бе, тек қана ол сот орындаушысына байланысты емес қой. Сот орындаушысы алып, міне бер орында десе, ол 2 күн ішінде орындай салса, әрине ондай да бар. Кейде және медиация тәртібіне келеді де, айтады, мысалға 10 миллион өндірілген болса, жауапкер айтады, менің 10 миллион қазір беретін жағдайым жоқ, бірақ осы 10 миллионды мен төлеп берейін 3 айдың ішінде, немесе 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде деп. Соған келісейік дейді, екеуі бір бітімге келеді. Келісу, яғни оны сот бекітеді. Сонымен ол 1 айдың ішінде шешілуі мүмкін, 2 айдың ішінде,
жарты жылдың ішінде шешілуі мүмкін, немесе 5 күннің ішінде шешілуі мүмкін. Міне соған байланысты кей кездерде әдейі орындамайды борышкерлер. Ақшасы болса да орындамайды. Енді әртүрлі ол адамдарға байланысты, былай айтқанда мен бәрін бірдей айта алмаймын, бірақ әртүрлі себептерге байланысты осы сот орындаушылардың үстінен, яғни арыз беру көп. Енді әжем марқұм айтатын, көп 10 адамға көмектесіп, 10 адам саған рахмет айтса, Алла тағала саған 100 күн өмір берсе, соның 10 күні сенің толып отыр деп айтатын. Сол секілді әр ісім сондай, мен өзім сондай ойлаймын. Әділ шешім шығарып, ол күшінде қалып, күшіне еніп, орындалып жатса, ол әрине жақсы. Сол істердің ішіндегі бір есіме түсіп отырғаны, мынау оңтүстік өңірдің қызы ұлттық тест тапсырған, грантқа түскен, 1 жылдай оқыған. Сол 1 жыл оқып жүрген кезеңнің ішінде білім министрлігі тарапынан тексеріс жүргізілген, және грант алғандар, бүкіл республика бойынша грант алғандардың үстінен оларды кабинетке кіреді ғой, грант тапсыратын жерлерге әртүрлі. Соны кіргеннен кейін компьютерге отырады, сол жерден соны тексереді екен. Өзінің заңдары бойынша әбден бәрін грантқа түскеннен кейін, әбден бәрі біткеннен кейін уақыты бар екен. Сол аралықта тексерген. Сол тексерістің нәтижесі бойынша 100% грантқа түспеген, оған біреудің, яғни үшінші тұлғаның көмек көрсету арқылы сол грантты ұтып алды деп шешімге келген ғой. Сонымен сонда шешімге келіп, сол оқып жүрген жерінен грантта 1-ші курста міне бітірейін деп жатыр. Отчислениеге шығарған ғой. Оқудан шығару. Оқудан шығарған ғой, былай айтқанда. Сол оқудан шығарған сол актіні, яғни дау айтып бізге келді аудандық сотқа. Аудан сотқа келген кезде аудандық сотқа. Осы жерде сұрақ, үшінші тұлғаның қатысуы деген кезде біреуден көшіріп алған деген сөз бе, әлде болмас, қалай? Көрдіңіз бе? Мысалға, есіңізде болса, ондай талай тапсырып жүрміз ғой енді. Сол тест тапсырған кезде компьютер тұрады алдыңызда, қасыңызда, араларыңызда бос болады, мынандай ешкім отырмайды. Ол көшіру деген мүмкіндік жоқ, ондай көшіру деген. Камера тұрады ғой алдыңызда. Ол үстіңізде де камера, алдыңызда да камера, жан-жағыңызда да, артыңызда да, жалпы сіз отырған жерде бүкіл жерде камера. Бірақ ол жерде үшінші тұлға біреу оған көмектеспеген ешқандай да. Ол жерде наушник дейміз ғой, жәнегі құлаққап дейді, ұялы телефон, диктофон, басқа да бір құрылғыларды алып кірмеген. Ондай дәлел жоқ ешқандай. Тек қана міне сол уақыт берілген уақытта ол қыз жәнегі тапсырып отыр, арасында бір 10-15 минут па қолын қозғалтпай қалады. Баспайды мышканы. Бірақ сол уақытта ойланып отырған шығар. Мен айтам жәнегі жауапкерлерге, мүмкін ол ойланып отырған шығар. Сіз оны дәлелдесеңізші, үшінші тұлғалардың көмегін дәлелдеңізші. Дәлелдесеңіз, мен сіздің пайдаңызға шешім шығарам. Сөйтіп ауданды сотта дау айтып келеді, жәнегі қыз бала жеңіледі, бізге келеді ғой, Астана қалалық сотына. Бізге келеді, мен оны 2 айдай қарадым, сұраулар салдым, бас прокуратураға сұрау салдым, ішкі істер министрлігіне сұрау салдым, ұлттық қауіпсіздік комитетіне сұрау салдым, қандай да бір осы тараптардың аты жөнін жаздым, осыны уақытын жаздым, жәнегі ұлттық тест тапсырған уақытын, мекеменің бәрін жаздым да, сол сұрау бойынша соттың ұйғарымымен мемлекеттік органдарға жібердім. Және бас прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, және сол министрлікке жібердім. Содан жауап келді. Ешқандай да осы жәнегі сіздің сұрауыңыз бойынша қандай да бір қылмыстық іс, немесе бір тұлғаларға қозғалған, яғни полицияға барып арыз жазылған, соларды полиция тапқан, анықтағандығы туралы ешқандай да құжаттар жоқ деген бәрінен жауаптар алдым. Сол жауаптар алғаннан кейін кеңесі бөлмесіне кіргеннен кейін әріптестермен кеңесе отырып, осы қыздың пайдасына шештік те, яғни министрліктің, білім беру министрлігінің актісін, яғни әкімшілік актісін бұздық. Ана қыз баланы қайтадан оқуға түскенін қалпына келтірдік. Яғни оқуды мектеп директорларын сот отырысында қатыстырдым, және мұғалімін қатыстырдым, сол ауданда білетін адамдарды қатыстырдым, сол сотқа пікір жинадым. Казгуден университеттен және сұрау салып алдым. Қандай бұл, қалай, білімі қалай, деңгейі қалай бұл баланың, көрсеткіші қалай, үлгерімі қалай деп, соның бәрін құжаттарын алдым да, бәрі қыздың пайдасына келіп тұр. Сондықтан да соттың белсенді рөлі арқылы осы қыздың пайдасына шешілді. Сол жоғары соттан кассациялық алқада өткенде күшінде қалды. Осындай кездерде бір өзім
бір осы әділ шешім болды ау, осы қарапайым халыққа бір титтей мынау тырнақтың ағындай көмегім тиді ау деп риза болып қаласың. Осы ризалық біздің ары қарай жұмыс істеуімізге өте бір жақсы бір мотивация береді былай айтқанда. Сондай. Міне көрдіңіз бе, әртүрлі себептерге байланысты. Оралхан мырза, осы жерде осы сот орындаушыларға байланысты бір сауал қойғым келіп отыр. Негізі сот орындаушыларына қатысты халықтың тарапынан шын мәнінде көңіл толмайтын әрекеттер менен мәселелер көп екендігін әлеуметтік желіден байқап жүрміз. Кей кездерде сот орындаушыларының бәрі бірдей емес, дегенмен де арасында өзінің қолындағы тетігін артық қолданатын, орынсыз қолданатын да азаматтар кездесуі мүмкін. Мәселен, бір белгілі бір азамат жаңағыдай жағдайға ұшырап, несиесін төлей алмай қалып, тағы да басқа жағдай болған кезде бірден шетелге шығу құқығынан айырып, жолын жауып тастау, немесе тағы да бір кедергілер келтіріп, банктық есеп шотын жабу деген сияқты. Сондай кездерде жалпы қазіргі таңда мен енді сот орындаушыларына қатысты заңға тоқталғым келеді. Соның ішінде енді бүгінгі күні халық сот орындаушылары тарапынан кемшіліктерге көрген кезде қандай әрекеттерге бару керек деп ойлайсыз? Әрине, ондай әрекеттер, яғни талапкердің пайдасына дау айтып келген кезде сот орындаушылардың үстінен талапкерлердің енді көп пайыз сол талапкерлердің пайдасына шешіледі, негізі практикаға қарасақ. Өйткені кей кездерде оның өндірісінде де мен оны жақтап атқаным жоқ сот орындаушысын, бірақ қарап отырсаңыз, мен енді олардың нақты көрсеткішін білмеймін, бірақ менің пайымдауымша енді істерге байланысты. Істіктің саны көп қой, сондықтан да оларда да атқарушылық өндірістер өте көп. Қаншама халық бар, қаншама адамның дауы бар, солардың сот актілері бар дегенде орындауға берген. Сондықтан да кей кезде олар үлгермей жатады. Мен енді өзім іс бойынша айтып отқаным ғой сізге. Өзіміздің өндірістен өткен іс бойынша қазір заңды күшіне енген. Заңды күшіне енбегенді айтпай қояйын. Заңды күшіне енген істер бойынша біз қараймыз, егер де шынымен де оның қызметінде, яғни осы бір сот актісін орындау кезінде олқылықтар туып жатса, біз оларды үстінен жеке ұйғарым шығарамыз. Жеке ұйғарым шығарып, олардың ең жоғары тұрған басшысына жібереміз. Мынау республикалық ең үлкен басшылар бар ғой, палатаға жібереміз. Сол палатаның ары қарай өздері оның және жұмысына баға береді, және бізге жауап береді ол жеке ұйғарымға байланысты. Бірақ бір рет жеке ұйғарым шығарғаннан кейін олар екінші рет сол қателікті жібермеуге тырысады. Әрине кейде болып жатады, өзіңіз айтып жатырсыз, мынау көбінесе дау айтқан кезде нені өндіру үшін борышкерден бүкіл, егерде ол уақытында бір ай уақыт береді, мысалға бір апта береді, оны өзі біледі ғой енді. Сол уақыт берген уақытта ол орындамаса, мәжбүрлеп орындайды. Сол мәжбүрлеп орындағаннан кейін айтады, міне осындай қаулы шығардым мәжбүрлеп орындауға. Сен осындай уақытта орында дейді. Ол уақытта да орындамаса, және өзіңіз айтқандай шетелге шығуға, бүкіл банктегі шоттарын жабады, қандай мүлкі болса, және жылжитын, жылжымайтын дегендей. Сол мүліктің бәріне былай айтқанда арест қойды ғой. Сол арест қойып, бұғаттайды былай айтқанда. Бүкіл шотында бұғаттайды. Қандай да бір ол ақша түсіп жатса, сонымен де ол ақшаны алып басқа біреуге де жұмсай алмайды былай айтқанда. Оның өндірісінде бірнеше және атқарушы өндіріс бар ғой. Соны жұмсай алмағандықтан, оның өзінің пайдасы үшін де ол дұрыс жұмыс істеу керек негізінде. Бірақ қателік жер жатса, осындай жеке ұйғарымдар шығарамыз. Онымен қоса, мысалға айтайын, қазір бізде бұл біздің әкімшілік сотта ғана бар. Басқа азаматтық сотта да, әкімшілік құқық бұзушылық сотта да, қылмыстық сотта да жоқ бұндай. Біздің мынау жаңашылығымыз, бұл әкімшілік, осы біздің алқамыздың, жалпы біздің әкімшілік соттың 2021 жылдан бері ашылған, осы айтып жатырмыз ғой жәнегі. Бұл ең бір пайдалысы, жалпы ол пайдалысы адамдарға, тараптарға ол ақшалай өндіріп алу. Яғни, сот процесін тағайындады дейік, сот. Тағайындағаннан кейін тараптарға уақыт береді, бір апта, 2 апта, осы дәлелдемелерді беріңіздер деп, талапкерге де, жауапкерге де. Сондықтан да олар уақытында үлгермесе,
біз айтамыз, ескертеміз. Міне сіз 1 апта бердік, 2 апта бердік, үлгермедіңіз. Сіз үшін басқа тараптардың біз уақытын бөліп жатырмыз. Олардың да әрқайсының бәріміздің уақытымыз аз ғой енді былай айтқанда қазір. Таң атса күн батып жатыр. Сондықтан да олардың ақшасы кетіп жатыр, және қорғаушыларға жұмсаған. Әрқайсының әртүрлі мәселелері бар дегендей. Сондықтан да уақытты созбалауға салмау үшін жәнегі соттың берген сұрауын уақытында орындамаған үшін ақшалай өндіріп алу айыппұл саламыз біз. Ол айыппұлды тек жауапкерге емес, ол айыппұлды талапкерге де саламыз. Ол айыппұлды жауапкерге де саламыз, сот орындаушысына. Егер де мемлекеттік орган болатын болса, оларға да саламыз. Яғни кімге тапсырма берілді? Мысалға, бірінші басшыға түседі, ол бірінші басшы орынбасарына береді, орынбасары бөлім басшысына береді дегенде, ол орындайтын маманға береді. Сол маманға берілсе, сол маман орындамаса, сол маман өзінің қалтасынан төлейді. Ол мемлекеттік орган төлемейді оны. Өзінің айлығынан, былай айтқанда, өзінің отбасынан жырып, сол айыппұлды төлейді. Ол айыппұлдың сомалары әртүрлі. 10 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткішке кейін оны қайталап та беруге болады. Сондықтан қалтасына түскеннен кейін адамға ол салмақ болғандықтан келесіде ондай қателіктер қайталанбайды дейсіз ғой. Әрине бұл енді соттың бүгінгі таңдағы үлкен жетістігі және жеңісі деп қарау керек шығар. Себебі бұл кезде енді әділеттілікті орнатуға тезірек бір жасалатын, жақындататын қадам. Енді жалпы өзіңіз енді заңгер ретінде, мысалы білікті судья ретінде, енді көп жылдан бері түрлі істер қарап жүрген азамат ретінде, бүгінгі күні мынау заң нормаларында да бізде кей кездерде жетілдіретін тұстар бар екенін байқайтын шығарсыз. Енді оны бізде мысалы кей кездерде сырттағы адамдар да өзі байқап қалатын жағдайлар көп. Мәселен, мысалы бір істің өзінің мәніне келген кезде заңда былай шешімді, былай адамгершілік тұрғысынан былай шығарасың ба, былай шығарасың ба деген сияқты таңдауларға қалады. Әсіресе енді бұл қылмыстық істерде де көп кездеседі. Сондықтан да енді менің білгім келетіні, жалпы өзіңіз заңгер ретінде өзіңіз мынау заң нормаларына қатысты, жалпы бүгінгі күнде заң шығарушы органдарға қатысты қандай ой пікіріңіз бар? 3 билік бар ғой бізде. 3 биліктің бірі билігі ол заң шығарушылық. Яғни ол парламент. Парламентке келетін болсақ, мен парламентте өзім осы сотқа келгенге дейін мен парламентте 10 жыл жұмыс істеген адамның бірімін. Осы талай заңдарды өзім жүргіздім. Осы 10 жылдың ішінде 7 жыл 7 депутаттың көмекшісі болдым. 10 жылдың. Әртүрлі салада істеген ол кісілер. Енді ол кісілерді қазіргі таңда сол кісілердің біразы бұл өмірде жоқ, былай айтқанда бақилыққа кеткен азаматтар. Бірақ олардың аттары біздің Қазақстан Республикасына тұрмақ бүкіл дүние жүзіне әйгілі азаматтар бар. Мен сол кісілермен былай айтқанда қатар жұмыс істедім. Енді әріптес дейміз ғой. Бірақ олар бізден жоғары тұрды әрине. Біз қатардағы көмекшіміз депутаттың. Ол кісілер депутат болды. Мысалға айтатын болсам, Фариза Оңғарсынова апайымызбен жұмыс жасадық. Қандай ол кісінің жақсы сөздерін, өмірге деген көзқарасын, адамгершілік, жалпы жазушылар адамдармен жұмыс жасау, ол кісілердің айтып отырған әңгімесін тыңдау деген ол бір өте керемет нәрсе негізі. Әр адамға неше түрлі болашаққа деген көзқарасың, жалпы ой қабілетің оянады, кеңейеді ондай кісілермен жұмыс жасағанда. Одан кейін Шерхан Мұртаза атамыз, ол кісімен де міне өзіңізбен отырған секілді осылай талай жылдап жұмыс жасадым ол кісілермен. Сол кісілердің қолын алып, сол кісілердің сөзін, батасын алып, Қаратай Тұрысов деген ағамыз бар олардың ішінде. Енді марқұм болды ол кісілер. Әрине ол кісілердің жатқан жерлері жайлы топырақ торқа болсын. Ол кісілерден алғаным өте көп. Шынымен мынау болашақ әр салада, қай сала болмасын, тек қана мемлекеттік қызмет емес, бүкіл салада істейтін адамдардың өмірлік жолында сондай бір үлкен тұлғалар кездессе, үлкен тұлғалар, мен ойлаймын, ол өте бір керемет, ол адамның өсуіне, шыңдалуына, өмірге деген бір көзқарасына өте пайдалы деп ойлаймын мен. Өйткені мен ол кісілерден алғаным өте көп. Оны бір ауыз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол 10 жылдың ішінде талай жақсылықтарын көрдім, жақсы сөздерін, олардың әке марқұм айтатын, адамның істегеніне қарап, олардың жақсы жақтарын ал, жаман жақтарын шығарып таста деп
қабылдама деп. Сол секілді көбінесе олардан жамандық көрдім деп айтпаймын, жақсылық көрдім тек қана. Сол жақсылығын сол принципім болып жүрді мен. Сол кісілердің айтқан сөздері әлі күнге дейін құлағымда менің. Әлі күнге дейін сол кісілердің сізді көріп отқандай, осы сізбен әңгімелесіп отырғанда дидарласып, сол кісілердің маған бет келбеті қазір маған келіп тұр маған. Ал қазіргі осы өмірде былай айтқанда бірге істеген әріптесім ағаларымыздың ішінде Сәт Бейсенбайұлы Тоқпақбаевты айтсам болады. Ол кісі өзіңіз білесіз, қарапайым халық кейбіреу жас буындар білмеуі мүмкін. Сол кісілерге айта өтейін, ол кісі біздің осы мемлекеттік органдарда талай үлкен қызметтерді істеген. Атап өтсем, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған, қорғаныс министрі болған, одан кейін мынау елбасымыздың, яғни президенттің кеңесшісі болған, одан да басқа қызметтері көп. Генерал полковник былай айтқанда қызмет. Енді ол кісімен мен бірге жұмыс істедім осылай. Анау бір заңды айтып өтейін, анау сыртқы барлау деген. Сол заңды қараған кезде мен өзім ол кезде депутаттың көмекшісі емеспін, онда бас консультантпын. Бас консультант ол депутатпен бірге қоян қолтық жұмыс істейді. Яғни мен заңды үкіметтен әртүрлі мемлекеттік органдардан түседі, жәнегі жобалары, соның бәрін біріктіремде депутатқа келем. Мынандай болып келеді, осындай том болып депутатқа алып барамын да, екеуміз қарап, кейбір жерлерін алатын жерлер, мынаның позициясы, мынаның позициясы дегендей, соны талқылап отырамыз. Сол кезде де ол кісіден жалпы алған сабағым, өмірлік тәрбием өте көп. Ол кісінің мысалы келтірсеңізші. Ой, енді талай ол кісінің осы жерде айтылған әңгіме осы жерде қалсын дегендей, сыртқа шықпасын, ол қажет жоқ. Мысалға дейді, осы жерде бір талқыладық қой мәселені. Сол мәселенің ішінде біз енді кейбір заңдарда құпиялық бар, енді ол сыртқа барлау болғаннан кейін өзіңіз білесіз, мемлекеттік органдардың ішіндегі құпия бар, оның ішінде рұқсат берілгені бар, айтуға болатыны бар, айтуға болмайтыны бар дегендей тыйым салынғаны. Сондықтан оларды айтпаймыз әрине, бірақ жалпыламаны айтуға болады. Халыққа, ағайын туыстарға біліп жүрсін, заң нормаларын аттап, ертең өзі барып, сол соттың алдында сотталып тұрмасын дегендей ескертпе ретінде айтып отырам. Енді ол кісінің көбінесе сол аузыңа берік бол, ешкімге қиянат жасама, қиянат жасасаң артында мынандай болады, өзінің әртүрлі мәселелерін айтты. Оны әр оқиғасын айтсам, енді мына жерде біздің уақытымыз эфирде жетпей қалуы мүмкін енді. Әрине. Мен жалпы сіздің мына үлкен мектептен өткеніңізді енді көріп отырмын. Және сол мына өзіңіз былай айтқанда сіздің өмірлік ұстаздарыңыз ғой, ол кісілер тек қана жаңағы қызметтес қана емес, ол кісілер сізге бағыт бергенмен бірге, бұлар енді ұлттың шын мәнінде қаймақтары, енді қандай адамдардың есімдерін айтып отырсыз, ол кісілердің енді қазақтың әдебиетіне сіңірген, мәдениетіне қосқан үлесін қоспағанда, енді заң саласында, заң шығарушы органда қызмет еткен істерінің өзі бір төбе. Енді Шерхан атамыздың енді бүкіл қазақ халқы, Фариза апамызды бүкіл мынау өнер сүйер, жаңағы шығармашылықты жақсы көретін бүкіл халық бағалай алады. Енді олардың бәрінің жеке тұлғалық қасиеттері туралы бөлек бағдарлама жасауға болады. Дегенмен менің айтқым келіп отырғаны, жалпы енді біздің қазіргі таңдағы бүгінгі заңгерлердің қалпы, ол енді осындай бәрібір де сіз сияқты мектептен өтіп отырған жоқ қой, өкінішке қарай. Бізге мысалы студиялыққа келіп отырған азаматтардың арасында шын мәнінде былай енді білім алып, білімнен кейін екінші бір жаңағы бағыттарда өтіп, содан кейін келіп осы адам тағдырын шешетін сала сот болып тағайындалады. Тағайындалғаннан кейін ол енді мүмкіндігінше, шама шарқынша осы үлкен бір миссияны алып жүруге тырысады. Дегенмен бірақ өмірлік сабақтар жетпеуі мүмкін. Сондай әріптестеріңізге қандай кеңес бересіз? Біздің осы сот саласы мен іштей білем ғой енді. Білгеннен кейін айтып өтейін, қарапайым халыққа, ол өте қиын. Біреулерге сырт көзге ол оңай. Әр қандай жұмыс болсын сырт көзге ол оңай. Немесе бір ауыз сөз біреуге айта салу ол оңай. Бірақ соны жеме-жемге келген кезде онымен жұмыс жасау, онымен ары қарай соны жетілдіру, сол өзіңнің жұмысың, менің жұмысым, дауды қарап, сол дау бойынша заңды әділ шешім шығару ғой, былай айтқанда, бейтарап болып. Соған келген кезде ол шешімді шығарам дегенше осы тараптардың дәлелдемелерді бермеуіне байланысты, ондай дәлелдемелерге сүйенеді, мынандай менде дәлелдеме бар, соны алып келем дейді. Ол дәлелдеме шын мәнісінде ол жоқ. Былай айтқанда сөзбен тек қана дайындалмай келеді, былай айтқанда сотқа. Одан кейін жоқ дәлелдемен бар дейді, немесе басқа органдардан сұрау салыңыз дейді. Оны сұрау саламыз, оған уақыт кетеді. Жалпы сондай
бір істі жай ғана 1-2 күн ішінде, 1 аптаның ішінде қарай салу мүмкін емес. Оның астарында әртүрлі мәселелер жатыр, былай айтқанда. Зерделеп, тексеріп, анық қанығына жетіп келген кезде ол біраз жұмысталады, біраз былай айтқанда адамның жүйкесін тоздырады енді. Кейбір жаңадан келген жас мамандар енді басқа салада істеп келеді олар енді. Мынау жоғарғы оқу орнын бітіре салып келмейді ғой бізге. Өзіңіз білесіз, жас шектеулігі бар, басқа да емтихандар тапсырады дегеннен кейін, басқа мемлекеттік органдарда істейді. Және айтып отырмын, прокуратура болсын, бүкіл мемлекеттік органдардан істеп бізге келеді, ойлайды, сотқа келем, ол жеңіл, бір істі қараймын, шешім шығарамын, столды былай ұрып, болды. Қанағаттандырамын немесе қанағаттандырмаймын, бас тартамын деп сонымен ғана шектелмейді. Оның ар жағында заңдарды оқу керек. Ол заң нормасын осы дауға сен келтіруің керек, оны жазуың керек. Оны жазғанда да жалпылама бүйтіп алып, мынандай заңда жазылған екен, былай, осымен мен заңға сүйендім де, сіздің талабыңызды қанағаттандырдым деп жаза салмайсың оны. Оны сүйене отырып, оны мысалға бір талап арызда бірнеше талап болуы мүмкін оның. Сол бір талап арызының 5 пункті болса, соның 3-еуін қанағаттандырып, 2-еуін қанағаттандырмасақ, мысалға, бас тартсақ, оған жауап береміз. Мына 3-еуін қанағаттандырдық, мына заңның, мына бабының пунктіне байланысты қанағаттандыруға жатады, мынау жатпайды, былай деп. Ол болмаса, мынау әртүрлі нормативтік қаулар бар жоғары соттың. Сол жердегі практиканы көрсетеміз. Мынау былай деп былай айтқанда. Соның бәрін ол оңай жұмыс емес, жазу керек, оқу керек. Одан кейін күрделілігі кей кездерде қазақша жетік білмей жатады шыны керек. Мынау біздің енді басқа да салаларда сондай ғой, енді өзіміз мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін, ол тек қана біздің сот саласында емес, мемлекеттік тіл деген, яғни ол бүкіл мемлекеттік органдарда бар. Ол жоқ деуге мүмкін емес ол. Сондықтан да ол қиыншылық, ол 100% деп айта алмаймын, бірақ көбінесе мемлекеттік тілді білмей келеді. Мен өзім жеке ойым, осы судьялыққа өткен кезде міндетті түрде мемлекеттік тілді білу керек. Ұлтына, дініне, нәсіліне қарамай, ол мемлекеттік түрді білу керек. Енді қараңызшы, мен сізге айтайын, біздің әріптестеріміз басқа сотта алмай қойған. Мен енді Ақмола облысында да істедім 6 жылдай, осы өзінің Астана қалалық сотында 10 жыл істедім ғой. Бізде де басқа ұлттың өкілдері бар. Істегендері де бар, істеп біздің жұмыстан басқа салаға ауысқандар да бар. Оларға өзге ұлт өкілі, оларға орыс тілінде ғана істер беріледі. Ал мен қазақпын, маған орыс тілінде де, қазақ тілінде де беріледі. Былай қарап отырсаңыз, ол қанша әділеттілікке жатады, былай айтқанда. Оларға берілмейді, өйткені олар орыс тілін білмейді дейді. Кейбір қазақтарымыз бар, біздің өзіміздің қара көздеріміз бар. Мен дейді, анау солтүстік облыстарда оқығанмын, тұрғанмын, мектепте де орысша оқығанмын, университетте, жоғарғы оқу орнында орысша оқығанмын, сондықтан да мен жетік білмеймін, мен жаза алмаймын деп өтініш білдіреді. Маған тек қана орысша беріңізші, ол дұрыс емес қой енді. Сондықтан да кейбір қазақтарымыздың өзі, сол оңтүстік облыстарда істеген қазақтардың өзі жетік білмей жатады. Сондықтан да мен ойлаймын, міндетті түрде сот болам деген адамға енді осы жоғары сот кеңесіне дейін бе, енді жоғары сот басшылығына дейін бе, енді оны мен шеше алмаймын әрине. Бірақ негізі көзқарас, сот болғаннан кейін ол екі тілді жетік білу керек. Ол орыс болсын, қазақ болсын, басқа өзге ұлт болсын, Әзербайжан болсын, өзбек болсын, келсін әрине. Бізде көп ұлтты мемлекетпіз ғой. Ол шектеу жоқ қой, кім келсе де. Жәнегі талаптарда шеңберіне келіп, яғни судьяға өтіп жатса, әрине қарсылық жоқ. Бірақ менің өзім мемлекеттік тілді білу керек. Осыны бір кішкене жіті қараса деп ойлаймын мен. Өйткені мемлекеттік тілді білмейді да, бір нәрсе, оны неге мен айтып жатырмын? Оны айтып жатқан істі қарайды, шешім шығарады, сосын кейін тараптардың біреу айтады, қазақ тілінде ғой енді. Ал енді түсіндіріңізші дейді маған осы. Қараған өзіміздің қарагөз судья дейік. Соны түсіндіруге келген кезде оның жазуын жазады, бір нәрсе қылып, оны аудармашының көмегімен жазады, және өзі аударады, айтып бүйтеді, сөздіктерді алады дегендей жазады да. Ал енді түсіндіруге келген кезде сөз байлығы жоқ, түсіндіре алмайды. Бір ауыз сөзбен, қарапайым сөзбен, неге сен сондай шешім шығардың, неге сондай жәнегіндей үкім шығардың дегендей. Соны жеткізе алмай жатады қарапайым бір-екі ауыз сөзбен. Сондықтан да мен ойлаймын, мемлекеттік тілді біліп келген дұрыс біздің сот саласына. Оралхан мырза, енді тіл деген енді менің жанды жерім. Өте бір енді шын мәнінде сот жүйесінде де осы тілге қатысты біраз жұмыс жасап жүрміз ғой енді. Сол себепті
бұл тақырып өте өзекті. Сондықтан бұл тақырыпты бөлек бір бағдарлама қылып шығару керек деп ойлаймын. Себебі кейін енді алда бұндай бір жоспарлар құрайық. Жалпы шын мәнінде судья болсын, кез келген мемлекеттік қызметші осы мемлекетті сыйлауының бір үлкен көрсеткіші, құрмет ретінде мемлекеттік тілді білуі керек, білмеген жағдайда мүмкіндігінше үйрену керек деген қорытындыға келуге болады. Сіз бірінші кезекте мемлекеттік тілді жетік меңгерген судьясыз. Екінші кезекте енді көп балалы әкесіз. Былай айтқанда сіздің образыңыз нағыз мынау қай жағынан келсек те халықтың алдында халыққа жаны ашитын, осындай бір үлкен кісілердің тәрбиесін көрген, өмірлік өзінің бір кәсіби тұрғыдан біліктілігімен сонымен қатар көз қарасы қалыптасқан, шын мәнінде мынау ортада өзінің ойып тұрып орын алатын тұлғалық қасиеттері жетерлік азаматсыз. Сондықтан да судьяның тұлғалық қасиеттері жалпы қандай образды, жинақты образ деп көресіз? Жалпы судья болатын адам, енді ол бәр адам бірдей емес қой енді бұл өмірде. Бәр адам бірдей емес. Но 5 саусақ бірдей емес. Мен жаңа айтып өттіңіз ғой өзіңіз. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. 6 балам бар. Енді Алланың берген 4 ұл 2 қыз. Енді соның 6-ы да әртүрлі. Сол секілді бір анадан туылған әкесі бір адамдар бір-біріне түрлері енді кішкене ұқсайды ғой енді. Бірақ мінездері әртүрлі. Бірақ бірдей тәрбие бересін. Мен жеген тамақты олар да жейді. Мен айтқан сөзді бірақ сөз айтамыз ғой, былай айтқанда. Отбасымызда қазақ тілінде сөйлейміз. Көрген тәрбиемізді бәрін оларға айтамыз, жеткіземіз. Әке шешемізден естігенімізді, әжем атамнан естіген мені Нұргүл Ерболатқызы, мен негізі өз әке шешемнің қолында өспеген азаматпын. Мені емханадан туа салғанымнан әжем асырап алған атам екеуі өз бауырына алып, сол кезден 11-ші сынып бітіргенге дейін мен сол кісілердің қолында өстім. Содан кейін өз әке шешем, ол атам да әжем де қайтыс болды, өз әкем де шешем де қайтыс болды. Әке шешем қайтыс болған 15 жылдан асты. Ол кісілерге біраз жыл болды. Бірақ тірі кезінде әкем мен анама жәнегі әке шеше деп айтып көрген жоқпын. Өйткені ана кісілердің атам әжеммен қолында өскеннен кейін ол кісілерді бір Алла тағала үстінен қарап тұрған секілді, ол кісілерді бір қарап бір сатқан секілді боламын да ол кісілерді. Ол кісілер өзімнің туған әке шешем тірі, бір туысымыз келді, сол бір той-домалақта. Сонда айтып жатыр, әкең аман ба, шешең аман ба деп. Мен айтамын, ол кісілер қайтыс болған ғой деп. Сонда анау кісі маған қарайды да бүйтіп әдейі сұрайды да менен тиісіп. Танып тұр ғой енді, үлкен ата біздің бір 80-ге келген Тұрсын деген атамыз, Тұрысбек ата. Тұрсын деп айтамын, сол кісі әдейі тиісіп жатыр да бүйтіп. Айтам екен де, мен айтамын, жоқ, мен өзімнің баққан, қаққан, тәрбие алған ол кісілерді мен сатпаймын ешқашан. Ол кісілер қайтыс болған. Бұл менің Тұрсын көкем, Бәйтмеш көкем деп айтамын ол кісілерді. Өз анам мен әкемді. Сондықтан да енді әрине 5 саусақ бірдей емес қой. Сондықтан да әр адам келеді біздің салаға, әртүрлі саладан. Оларға енді әрқайсының өмір жолы бар дегенде. Және мен айтып отырмын ғой, әр адамның өмір жолы бар, оның көргені бар. Мысалға сіздің көргеніңізді, сіздің істейтініңізді мен ешқашан істей алмаймын. Мен өзім жеке ойым, мысалға менің әкемнің істегенін мен ешқашан қайталай алмаймын оны. Өйткені әрбір адам индивид дейді ғой, жеке тұлға. Оның әр адамның көргені бар, естігені бар, мына оң құлағынан өткізіп, сол құлағынан шығарғаны бар. Ал оны менің балам көрмесе, оны естімесе, оны істей алмайды ол. Менің көргенімді ол істей алмайды. Басқаны көрген мен істей алмаймын дегенде. Сондықтан да әр адамның өмір жолында жақсы адамдар кездессе деп ойлаймын мен. Жақсы адамдар, жақсы тәрбие беретін, жақсы бағыт бағдар беретін. Сонда ғана менің әжем марқұм айтатын, әкемді айтып отыратын, балам, сенің 5 тілді білгенің, мынау егерде 5 тілді біл дейді. 10 шақты дипломың болсын дейді. Егерде сен дейді депутат бол, министр бол, егерде сенің жүрегінде дейді иман, қарапайымдылық, одан кейін адамға деген жанашырлық, одан кейін бір көмек қолын созатын сондай бір қасиеттер болмаса дейді, обал, ұят болады, обал болады, жаман болады деген сөздер болмаса дейді, сенің 5 дипломың, 10 жәнегі жоғарғы оқу бітіргенің, ол бір тиын да пайдасы жоқ дейді. Өйткені дейді, ол адамдардың дейді жүрегінде иманы болмаса дейді, анау біреуге қиянат жасап қоймайын, ол ертең өзіме келеді, өзіме келмесе бала шағама келеді дегенде, үрім бұтағым ұрпағыма келеді дегенде, оның қиянаты ертең. Сондықтан да бұл өмірде қиянат жасамау керек ешкімге. Ал мынау өзіміздің саламызда сот болып жұмыс істеп жатқан шешім шығарған кезде әділдікті қақ жарып, туысың келсе де, өзің туғаның келсе де, тіріліп әкең келіп алдыңда отырса да, қара қылды қақ жарып,
тек қана ақты ақ, қараны қара деу керек. Мен айтарым осы, қараны қара, ақты ақ деу керек. Одан кейін жас мынау өкілдер, бізден кейін келіп жатқандарға айтайын, өзімнің енді көргенімді айтайын енді, қарапайым тілмен. Кейбір кездерде мынау жаңа айтып отырмын ғой, біздің мемлекеттік органдармен, яғни билікпен, үлкен билік органдарымен дау айтқан кезде, бірақ судьямыз, олардың артында қаншама аппарат тұр, қаншама мемлекеттік бүкіл орган дейікші. Кей кездерде болады, сондайда бір қандай шешім шығару қиналасың ғой. Сондай кезде қорықпау керек, жүректілік болу керек. Жүрекпен қорықпай, мен өзім осылай шештім, заңды әділетті деп есептеймін. Ары қарай жоғары тұрған орган, яғни мысалға аудандық сотта істесем, қалалық сот, апелляция, жоғары сот, кассация өз шешімдерін шығарсын, бірақ мен осындай шешімге келдім. Ертең мен осыны адамның алдында көзіне тіке қараймын дейтіндей жүрсе, мен ойлаймын, біздің сот саласында бәрі жақсы болады деп. Жалпы адамдарға да жақсы болады, халыққа да, бизнес өкілдеріне де, мемлекеттік органдарда істейтін адамдарға да жақсы болады. Егерде бәрі дүзу жүрсе, жәнегі обал болады, ұят болады, жаман болады. Оның артынан жаман сөз ереді. Осы мәселелерді принцип қылу керек. Мен өзім жеке принципім осы өмірде. Жалпы мен бір нәрсені айтып өтейін, әкімшілік соттың ең жаңа айтайын деп басында кейін айтам деп отырғам. Бұл жаңашылығы басқа, және өзіңіз айттыңыз, азаматтық соттан, қылмыстық соттардан, яғни дау айтуда. Бұл соттың белсенді рөлі дейді. Яғни менің өзімнің заң шығарушылық органда істейтін депутат мырзаларға айтарым, егер де алтын сырға құлақтарына мүмкіншілік болса, конституцияға қайшы келмейтін болса, азаматтыққа да істерді қарайтын, яғни заңдарға, қылмыстық істерді қарайтын заңдарға да осы соттың белсенді рөлін міндетті түрде енгізу керек. Неге дейсіз ғой? Яғни соттың белсенді рөлі деген мынандай. Бізге іс келді, бүкіл іс келді, міне том-том болып қараймыз. Сол кезде жоқ дәлелдемелер. Дәлелдемелер жоқ, сол кезде сот белсенділік танытып, өзі дәлелдемелерді сұратып, сол дәлелдемелер арқылы заңды шешім шығарады. Мысалға, біздің сотта, әкімшілік сотта, талапкермен, міне екі адам отыр дейік, жауапкер, мен судья болып отырмын. Мен өз сол істі қандай шешім шығаратын туралы өзім алдын ала айта аламын мен. Көрінеді ғой картинасы. Көрінеді де мен айта аламын. Өйткені соттың белсенді рөлі арқылы сотқа мүмкіншілік берген сондай. Мысалға, сіздің қалай айтсам сізге, әлсіз жақтарыңызды, талапкердің әлсіз жақтарын мен айта аламын. Жауапкердің әлсіз жақтарын айта аламын мен. Мынау сіздің әлсіз жақтарыңыз мынандай, сіздің әлсіз жақтарыңыз мынандай, сондықтан да мен мынандай шешім шығару мүмкін. Талапкер, мен сізге, егерде сіз мынаны олқылықтар толтырмасаңыз, дәлелдемелерді ұсынбасаңыз сотқа, сіз жеңіп қалуыңыз мүмкін деп мен айта аламын. Алдын ала соттың қандай шешім шығатынын. Ал азаматтықтарда ондай мүмкіншілік жоқ. Өйткені заңда ол белгілену керек, заңда ол қабылдану керек. Шектеліп қалған заң нормасынан шықпайды. Айтқысы келсе де айта алмайды оны. Көрдіңіз ба? Қылмыстықта да сондай болса, мен ойлаймын, қылмыстық істерді қарағанда да кейбіреулер шырылдап атады ғой енді. Шырылдап айтып атады. Біреудің ата-анасы, біреудің баласы, біреудің бауыры дегендей. Мен әділдік сұраймын, мені заңсыз соттады, аудандық сот дегендей. Сол кезде сол соттың белсенділігінің рөлін пайдаланып, апелляция халыққа, кассация халыққа, мен ойымша, бұл өте таптырмайтын заңға өзгеріс деп ойлаймын мен. Өйткені біздің осы әкімшілік соттарда бұл 100%-дан асады, 1000% десем де мен қателеспеймін, өзінің жемісін беріп жатыр. Сондықтан да осындай үрдіс, яғни осындай заңға жаңашылықтар енгізіліп жатса, менің ойымша бұл өте жақсы болады. Бүкіл халыққа да, бүкіл органдарға да, жалпы елдің мүддесі үшін де жақсы деп ойлаймын мен. Оралхан мырза, біз сізбен өте бір сондай тамаша сұхбат ұйымдастырдық деп ойлаймын. Шын мәнінде ойларыңыз өте терең және өте пайдалы. Енді сіздің жаңағы қозғаған мемлекеттік тіл мәселесіне қатысты, заң мәселесіндегі мына өзгерістер мен нормаларға қатысты өзгерістерге, болашақта енді заң нормаларына қатысты өзгерістерге қатысты бөлек бір сұхбаттар ұйымдастырамыз ғой деген ой келді. Сондықтан да бағдарлама аясында ұсыныс білдіргім келеді. Алда да сізбен осындай тағы бір сұхбат жүргізейік. Өйткені сіздің айтатыныңыз көп екеніне көзім жетті. Олай болса, біз енді сізге болашақта да біздің қонағымыз болыңыз деген ұсынысымызды білдіре отырып, бағдарламамызды аяқтағымыз келеді. Олай болса, келесіде көріскенше аман болыңыздар.